Ильяс Жансүгіров қазақ әдебиетінің көрнекті тұлғаларының бірі, ақын, прозашы, драматург және қоғам қайраткері. Ол қазақ әдебиетінде романтизм және реализм элементтерін біріктіре отырып, ұлттық рухты көтеруге, халықтың мәдениеті мен тарихын насихаттауға бағытталған шығармалар жазды. Жансүгіровтің «Кеші» поэмасы оның ең танымал туындыларының бірі. Ильяс Жансүгіровтің «Кеші» поэмасы қазақ әдебиетінің алтын қорына енген терең философиялық, музыкалық және эмоциялық мазмұнға ие туынды. Бұл шығарманың басты кейіпкері Кеші, оның өнері мен өмірі, махаббаты мен күресі арқылы автор қазақ халқының музыкалық мәдениетін, ұлттық рухын көрсетеді. «Кеші» поэмасында автор Кешінің тағдырын баяндай отырып, оның жүрек қылын тербейтін күйі арқылы хан мен билік иелерінің қатыгездігін, ал қазақ халқының рухани биіктігі мен өнердің құдіретін бейнелейді. Жаугершілік заманда қолға түскен қазақ жігіті хан ортасында күй тарту арқылы елдің азаттығын аңсайды. Оның өнері ханның қызын да өзін де тебірентеді. Ақырында Кеші өз ел жұртына деген махаббат пен сағынышын күй арқылы жеткізеді. Поэманың түп өзегінде еркіндікке деген аңсар мен өнердің шексіз күші жатыр. Поэмада Кеші өз күйін тарту арқылы ішкі сезімдерін, жан дүниесін, болмысын ашады. Кеші тек музыкант қана емес, ол халықтың мұңын, қуанышын, өткен тарихын, мәдениетін жеткізуші. Ильяс Жансүгіров Кеші арқылы қазақтың рухани әлемін, оның тереңдігін, сұлулығын суреттейді. Шығармада күйдің тек музыка емес, сонымен қатар өмірдің мәні, адамның жан дүниесінің айнасы екендігі көрсетіледі. Кеші поэмасы тек өнер туралы емес, сонымен қатар адамның өміріндегі күрес, сүйіспеншілік, арман мен мақсат туралы. Бұл туынды оқырманды терең ойларға, сезімдерге толы әлемге енгізеді. Егер сіз қазақ әдебиетінің тереңдігімен танысқыңыз келсе, Кеші поэмасы тамаша таңдау. Бұл поэмасы тек көркем шығармашылықтың тамаша үлгісін ғана емес, сонымен қатар қазақ халқының мәдениеті мен руханиятының байлығын да танытады. Сізді осы шығармамен танысып, оның ғажайып әлеміне енуге шақырамын.